Менің әңгімелерім қызық болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыз. Жасым 70-те, 3 жылым немерелерім бар, шүкір. 3 жылдың да жағдайы жақсы. Әрине бізді осы күнге жеткізген, барлық қажеттілікпен қамтамасыз етіп қамқор болған күйеуім еді. Отағасын жазда арулап мәңгі мекеніне шығарып салдық. Ол емделді, күтінді, тіпті соңғы жылдары ол ішімдікті аузына ата алмайтын болды. Бұрын тек той-томалақта аздап ішетін. Кейбіреулер сияқты салынып ішкен емес ешқашан. Ішкен кезде темекі тартатын әдеті бар еді. Оны да қойып спортты серік етіп жүрген болатын. Сонда да ол жүректен кетті. Күйеуіме адал жақсы әйел болдым дегеніммен одан жасырған сырым болды. Сыр емес, үлкен күнәм дегенім дұрыс шығар. Соны ол тірі кезде айта алмағаныма өкінем. Сол үлкен қателігім қартайғанда жүрегімді сыздатып жүр. Адамнан жасырғанымды Құдайдан жасыра алмаймын ғой. Бүгін мен өкініп хат жазып отырмын. Адам үшін өкініп Құдайдан кешірім сұраса күнәсі кешіріледі дейді. Бірақ кешіру-кешірмеу бір Алланың қалауындағы іс. Күйеуім қайтқалы мен тез қартайып кеттім. Балаларым, немерелерім болса да мен отағасы кеткелі өзімді жалғыз қалғандай сезініп жүрмін. Әр жерім бір ауырып жүргені алаңдатады. Мүмкін менің де жарық күнім таусылуға шақ тұрған болар. Мен күйеуіммен бір университетте оқығанмын. Бірақ факультеттеріміз басқа-басқа. Қатты жақсы көрдім. Оның соңынан жүгірген қыздар көп еді, қызғанатынмын. Бөлмелес қыздар жақсы маман болуды мақсат етіп, бар көңілін оқуға, сабаққа арнаса, мен Жанболатқа тұрмысқа шығуды ғана ойладым. Бар уақытымда назарымды соған аудардым. Өйткені оның келешегі бар адам екенін білдім. Оның үстіне мен оған ессіз ғашық болдым. Бәлкім осы ессіздігім мені күнәлі іске итермелеген шығар. Біз қыз-жігіт болып жүре бастадық. Ол үнемі 3 жылым болса деп армандаймын. Оларды қазақтың 3 биі сияқты тәрбиелейтін едім. Жоқ, біреуін боксқа берем, спорт чемпионы болады, ал екіншісін ғылым жолына бағыттаймын, ал үшіншісі кәсіпкер болады дейтін. Қызымызды ұмытып кеттің ғой десем, қыз керек емес дейтін. Қыз баланы сонша ұнатпайтын. Еркектен еркек туады, 3 жылым болады, көресің ғой деп сенімді түрде айтатын. Отбасы құрдық, аяғым ауырлады. Мен күнде Құдайдан ұл болсыншы деп тілейтінмін. Тұңғышымыз ұл болды. Әлі есімде. Күйеуім әдемі көлік жалдап, мені ұлыммен бірге ханшайымдай күтіп алған. Перзентханадағы медбикелер мен келіншектер қызғанада терезеден қарап тұрған еді. Күйеуімнің қуанышында шек болмады. Ұлымыз 1 жасқа толғанда шілдехана той жасады дүркіретіп. Еркектің көңілі тоқ болса қызметте де тез көтеріледі. Жұмысы да жақсы жүреді. Ол мемлекеттік қызметтегі адам. Көп мәселен шеше алады, танысы да көп. Оның үстіне ойы сергек, білімді, жұртпен тез тіл табысқыш адам еді. Қызметте өсу, өрлеу үшін бұл қасиеттер өте қажет. Сол қызметінің арқасында күйеуім бізді еш нәрседен тарықтырмады. Ол маған берген ақшасын есептемейтін. Сұраған ақшаны дереу тауып береді. Мені ол ақшаны қайдан табады, қалай табады деген сұрақ ойландырған емес. Өйткені күйеуімнің қолы ұзын екеніне сенетінмін. Етсіз тамақ жеген күніміз болмаған. Тоңазытқышты толтырып тастайтын. Әрине үйге жиі қонақ ертіп келетінде әдеті бар. Ал мен қонақ күтуден, күйеуіме қызмет етуден шаршамадым. Сөйтіп жүргенде аяғым тағы ауырлады. Түсімде әшекей бұйымдар, алтын күміс көретін болдым. Түсімнен қорқып жүрдім. Өйткені күйеуім ұл баланы қалайды. Ол 3 ұлым болса деп армандайтын. Ал мен күйеуімнің сол арманын орындауым керек. Сонда да ол менің бүкіл арманымды орындайды. Бір Құдайға сыйынып жүріп 7 айға да жеттік. Ол уақытта қазіргідей сенсорлы 3D, УДС аппараттары жоқ, УЗИ. Дәрігерлер жасыңа, көтерген айға, күнге қарап есептейді. Біреулер құрсағыңа қарап та болжайды. Кейде айтқаны тура келеді, кейде шатасады. Яғни туғанша баланың жынысын өзің де дәрігер де ешкім білмейді. Қазір ойлап отырсам, әр жүктілігімде баланы босанып бауырыма алғанша уайымдап, қамығып жүрген екенмін ғой. Балалық әлде менікі көзсіз махаббат шығар. Күйеуім ұл деді ме, оған ұл туып беруім керек деп уайымдаған. Әйтпесе ол бізді қолымызда емес қой. Ол бір Алланың қалауы. Ол қаласам біреуге ұл берем, біреуге қыз берем, ал біреуге екеу де берем, қаласам бедеу етем деген екен. Сонда бәрі де ғаламды жаратқан Құдайдың қалауында боп тұр ғой.
Толғақ қысып түн ортасында ауруханаға жеткізілдім. Күйеуімен босанғанша үйге қайтпай кетті. Бұл баланы өмірге әкелу қиын болды. Әлім құрып бара жатқанда іңгәлаған дауысты естідім. Сосын акушердің Батыр деген естідім де талықсып кеттім. Осылай екінші ұлымыз дүниеге келді. Күйеуімнің қуанғаны менің қуанғаным. Сол кісі риза болса жетеді маған. Енем қалаға кеп мені 40 күн күтті. Қалжалатып, терлетіп, қолымды салқын суға салғызбады. Екінші баламыз 2 жасқа толғанда күйеуім араны суытпай тағы бір ұл туып берсе, одан кейін демаласың. Бала туралы сөз қозғамаймын, кейін дейтінді шығарды. Енем де жас кезде туып ал, кейін туғың келмей қалады дейтін. Бірақ мен 5-6 жыл демалғым келді. Мамандығым бойынша жұмыс істегім келді. Өйткені үйде баламен отырып көп нәрседен құр қалып кеткендей сезіндім. Сол уақыттарда күйеуімнің іс сапары көбейіп кетті. Достарымен отырысы да көп, ал мен емізулі баламен ешқайда шыға алмаймын. 30 жастан асқан соң 3-ші ұлды туам деген тоқтамға келдім. Ол күнге де жеттік. Ұлдар мектепке барады. Енем айтқандай осы екеуі аман болсын. Басқа бала тумаймын деген ойға берілетін болдым. Өйткені баланы 9 ай көтеріп жүру, еңбектегенше түн ұйқыны 4 бөлу оңай емес. Бірақ күйеуім тағы бір ұл керек деуінен танбады. Бұл жолы 1 жылдай емделіп жүріп әрең жүкті болдым. Токсикозым басқаша болды. Бетіме пигментті тақтар түсті. Дәрігерім менің түріме жай күйіме қарап отырып, қыз туасың деді. Сенбедім. Бірақ шынында да мен қыз баланы өмірге әкелдім. Қорықтым. Менің туатын күнім жақындағанда күйеуім басқа қалада жүрген еді. Соны пайдаланып мен дәрігеріме жалындым. Ұл балаға ауыстырып беріңізші, сұраған ақшаңызды берем. Тек ешкім білмесінші. Сіздің қолыңызда ғой, өтінем деп жыладым. Өлердегі сөзімді айттым. Акушер сыртқа шығып кетті. Біреумен ақылдасып келді-ау деймін. Қағазға жазылған сумманы қолыма ұстатты. Өте қомақты ақша. Несін айтайын, таңға жуық босанған бір келіншектің ұлымен айырбастап берді. Егер қазіргідей бала жынысын алдын ала білетін заман болса, айырбастай алмас еді. Менің үлкен күнәм осы. Сол ұл қазір 35 жаста. Маған да күйеуіме де ұқсамайды. Бірақ күйеуім күдіктенген емес. Шынымды айтсам, 3-ші ұлдың руын да білмеймін. Бұл оған жасаған қиянатым-ау. Қызым қайда жүр екен? Өмірі қалай өрбіді? Бақытты ма? Кейде келіндеріме ренжігенде басқа жақта өмір сүріп жатқан қызымды ойлаймын. Ол бала жақсы ғой, бірақ қыз анаға жақын, жанашыр болады. Ессіз сүйіп, үлкен күнәға барғаным үшін қызымнан кешірім сұраймын. Марқұм күйеуімді алдағаным үшін оның аруағынан да кешірім сұраймын. Менің оқыған әңгімелерім қызық болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ал мен сияқты YouTube-тан табыс табам десеңіз, комментарийдағы нөмірге хабарласып, YouTube даму курсыма қатысыңыз. Комментарийға өз ойларыңызды жазуды ұмытпаңыздар.